Фридрих Ницшенің даналық ойлары. Мені өлтірмеген нәрсе мені мықты етеді. Сен тұңғиыққа ұзақ қарасаң, тұңғиықта саған үңіле бастайды. Құбыжықпен шайқасқан адам барысында өзінің құбыжыққа айналып кетпеуін қадағалауы тиіс. Өмір сүруінің себебін не үшін екенін білетін адам кез келген қиындыққа қалай болса да төзе алады. Өмірдің ең қиын кезеңі сені ешкім түсінбеген кез емес, өзіңді өзің түсінбеген сәтің. Өз-өзіне әмір бере алмаған адам өзгеге бағынуға мәжбүр. Өмірге бір рет берілетін мүмкіндік ретінде қарап, батыл тәуекелдерге барып, өйткені бәрібір одан айырыласың. Музыканы естімейтіндер билеп жатқандарды жынды деп ойлайды. Менің жанымның ауыратыны сенің мені алдағаның емес, бұдан былай саған сене алмайтыным. Нағыз тектілік, тым еңбекқор, малай секілді болмауды да білдіреді. Билемеген әрбір күніміз босқа өткен күн. Жалғыздықта бәріне қол жеткізуге болады. Тек қалыпты психикадан, сау ақылдан айырылуың мүмкін. Сенің жолың бар, менің жолым бар. Ал дұрыс, жалғыз немесе ортақ жол деген атымен жоқ. Сенім дегеніміз шындықтың не екенін білгісі келмеу. Егер бұл дүниеде ғажайып бар болса, ол еңбектің басқаша атауы ғана. Біз биікке самғаған сайын, ұша алмайтындардың көзіне соғұрлым кішкентай болып көрінеміз. Бақытсыз неке махаббаттың жоқтығынан емес, достықтың жоқтығынан болады. Интеллекттің өсуін азаптың азаюымен нақты өлшеуге болады. Басыңа іс түсе, өзгеден аяныш күтіп, мұңыңды шақпа. Өйткені әр тұлғаның қайғысы да өзі сияқты бірегей әрі терең. Өзгенің аянышы сенің қасіретіңді жай ғана арзан мұңға айналдырып, тұлғалық қадіріңді түсіреді. Ағаш жарыққа ұмтылып, биікке бойлаған сайын оның тамыры қараңғылыққа, яғни жамандыққа тереңдей береді. Адамзат тек махаббатта өскенде ғана жаңа дүниелер жарата алады. Кімде-кім бір күні жарық жұлдыз болып жанғысы келсе, ол ұзақ уақыт бойы қара бұлт болып көшуі тиіс. Адам хайуан мен кемел адам арасына керілген арқан, тұңғиықтың үстіндегі арқан. Одан өту қауіпті, орта жолда тоқтау қауіпті, дірілдеу мен кідіру де қауіпті. Бір істі құртқың келсе, оны қисынсыз уәждермен, логикасыз, қорғағансып, бұрмалап жеткіз. Дүниені қозғаушы екі күш бар, байлыққа құштарлық және білімге құштарлық. Бірі артса, екіншісі міндетті түрде азаяды. Адамдар арасында шөлден өлгісі келмейтін жан барлық кеседен ішуді үйренуі керек. Адамдар арасында таза болғысы келетін жан лас сумен де жуынуды білуі тиіс. Ұлы адамдар көбіне шеттетіледі, сын көреді, тіпті жалғыздыққа итеріледі. Үнемі сезімтал болудың қажеті жоқ, кейде аңқаулық немесе сезімсіздік нағыз ізгілік. Әсіресе араласу кезінде өзгелердің арам ойын көріп тұрсаң да байқамаған кейіп таныту, әдептілік пен сыйластықтың белгісі. Әдет қолды етті, ал миды жалқау етеді. Мен бұл әлем туралы жазғаным жетер, енді бұл әлем мен туралы жасын. Кейбір адамдар өлгеннен кейін ғана туады. Ең жақсы автор жазушы болудан ұялатын адам. Жердің де терісі бар, сол терінің бір ауруы адам. Кешік келген жастық шақ ең ұзаққа созылатын жастық шақ. Идеалистерді емдеу мүмкін емес. Егер оны жұмақтан қуып шықса, ол өз тозағын жасап алады. Күндізгі жарық түндегі қараңғылықтың тереңдігін қайдан түсінсін? Ұшуды үйренгісі келген адам алдымен тұруды, жүруді, жүгіруді және билеуді үйренуі керек. Адам өз құмарлығын жақсы көреді, құмар болған затын емес. Музыкада құштарлық өзін толық көрсете алады. Нағыз еркекке екі-ақ нәрсе керек, қауіп және ойын. Сондықтан ол әйел затын ұнатады. Өйткені әйел ең қауіпті ойыншық. Кімде ерік жігер жетіспесе, сол сенімге, дінге мұқтаж. Қарынның аш болуы адамның өзін құдай сезінуіне кедергі болатын басты себеп. Ақылда адам өз-өзіне ие болса, ештеңе жоғалтпайды. Тірі жанның бәрі өз-өзін жеңіп, алға ұмтылуда. Ал сен, адам, не істедің? Түкке тұрғысыз нәрсеге ұмтылсаң да мүлдем мақсатсыз болудан сақтан. Кемелдену мінездің қырларының жоғалуы емес, өмірді тани білу. Өмірдің мақсаты жоқ, тек үдерісі, процесі бар. Түпкілікті мақсат бостық. Текті жан өзін құрметтеуден басталады. Адамның ұлылығы оның мақсат емес, көпір екендігінде. Кішіпейілділік күштен туады, ал тәкаппарлық дәрменсіздіктен. Адам рухының үш сатысы. Бір түйе. Тағдырға бағынып, ауыр жүкті үнсіз арқалау, бұл бағыныштылық. Екі арыстан. Сен міндетсің дегенді мен қалаймын деп өзгертіп, бостандық үшін күресу. Үш сәби, өткенді ұмытып, қазіргі сәтпен өмір сүру. Жаңа құндылықтар жасау, бұл
Шығармашылық. Бұл адамның өз өмірінің қожайыны болу эволюциясы. Ницше адамдардың тобыр ішінде жоғалып кетпей, өз менін табуын қалады. Сіз қалай ойлайсыз, қазіргі қоғамда адамдар көбіне рухтың қай деңгейінде қалып қояды?